Бәріңе сәлем достар, бұл қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube каналы. Бүгін тұрақты көрермендердің сұранысы бойынша актриса, модель, продюсер әрі режиссер, сұлулық символына айналып үлгерген Анджелина Джоли туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Әзірге каналға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Анджелина Джоли 1975 жылы 4 маусымда Американың Калифорния штатында өмірге келген. Оның әкесі Джон Войт 70 жылдардағы Голливуд жұлдызы болған. 1971 жылы актер өзінен 12 жас кіші актриса Маршелин Бертранға үйленеді. 2 жылдан кейін ерлі зайыптылардың ұлы Джеймс Хейвен, ал 1975 жылы Анджелина Джоли Войт есімді қыздары өмірге келеді. Джоли есімі француз тілінде әдемі дегенді білдіреді. Екі перзенттері де ата-анасы секілді сұлу, келбетті және өнерлі болып өседі. Өкінішке орай отбасы бақыты ұзаққа созылмады. Джон әйелінің көзіне жиі шөп салып, тіпті үйге келмей қоюды әдетке айналдырады. Нәтижесінде анасы шыдай алмай балаларын алып Нью-Йорк қаласына кетіп қалады. Ал 1978 жылы екеуі ресми түрде ажырасады. Содан бері әкесі отбасына өте сирек келеді. Ал анасы Маршелин балаларын өзі тәрбиелеп өсіреді. Ата-аналарының ажырасуы Анджелинаға қатты әсер етті. Ол мектепте жалғыз өзі жүріп, қуыршақтармен емес, пышақтармен ойнайтын және болашақта жерлеу үйінде жұмыс істеуді армандады. Анджелина ата-анасы секілді актриса болуды армандады және 7 жасында шығу жолын іздеуде фильміне түседі. 1986 жылы отбасы Лос-Анджелес қаласына қайта оралады. Онда Анджелина әйгілі Ли Страсбергтің актерлық мектебіне түседі. Сонымен қатар Баверли Хиллздегі жалпы білім беру мектебіне барады. Мұғалімдер мен қосымша сабақтарсыз ол мектепті 1,5 жыл ерте бітіріп тастайды. Жастайынан модель болуға тырысып, жаймен арықтай бастайды. Оның салмағы сыни белгіге жақындаған кезде анасы бірдеңе дұрыс емес деп күдіктеніп, қызын дәрігерге апарады. Клиникада анорексияның бастапқы кезеңі деген диагноз қойылған соң, ол дәрігердің кеңесіне құлақ асып, қалыпты тамақтану тәртібіне оралады. Джоли тым ертесейді, тіпті 14 жасында жүріп жүрген жігітін үйіне алып келіп, анасы мен ағасына таныстырады. Анасы бұл жағдайға кедергі жасамады, бірақ Анджелина өзінің сүйіктісін азғыруға тырысқанда қызына қатты ренжіді. Оған ағасы Джеймс те қарсы шықты және қарындасын үйінен қуып шығады. Ол 20 жасқа толғанша барлық жаман істерді жасап көрді. Темекі, есірткі, ішімдік ол үшін қалыпты жағдайға айналды. Тіпті өзіне қол жұмсамақшы да болды. Осылайша актрисалыққа деген қызығушылығы уақытша тоқтады. Оның ағасы Джеймс кино саласын бітіріп режиссер болады және қарындасы Анджелинаны бірнеше түсірілімдерге шақырады. Актриса кинодан бөлек танымал әншілердің клиптеріне түседі және модельдік қызметтерді атқарады. 1995 жылы «Хакерлер», «Без улик», «Ложный огонь» фильмдеріне түседі. Хакерлік киносы американдық жастар арасында тез танылады, ал Джоли осы фильмде ойнаған Джонни Ли Миллермен кездесе бастайды. 2 жылдан кейін екеуі үйленбек болады. Бірақ сақинаның орнына саусақтарынан қан алып, қанның тамшыларын бір-біріне сыйлайды. Ал үйлену тойында Джоли келіншек көйлегін кимейді, керісінше қара шалбар үстіне ақ жейде киіп алса, жейдесіне күйеуінің есімін өз қанымен жазып қояды. Осылайша олардың ерекше махаббаттары көпшіліктің есінде біраз уақыт сақталады. 1997 жылы «Құдайды бейнелеу» фильмінде актер Тимоти Хаттонмен басты рөлді бірге сомдайды. Актриса 98 жылы Джия драмасында спидтен қайтыс болған модель Джия Кранжиді сомдайды. Дәл осы кино Анджелинаны актерлық қырынан көрерменге жақсы танытады. 1999 жылы күйеуі Джонни Ли Миллермен ажырасып кетеді. Ажырасу себебі Анджелина актер Тимоти Хаттонмен кездесіп жүрген, осылайша күйеуінің көзіне шөп салған. 1999 жылы «Ұшуды басқару» фильмінде бірге ойнаған актер Билли Бобпен кездесе бастайды. 2000 жылы 25 жастағы Анджелина мен 45 жастағы Билли Боб екеуі үйленуге шешім қабылдайды. Жарасымды жұп денелеріне бір-бірінің есімдерін жазып татуировка салдырады. Онымен қоса бір-бірінің қандарын кішкене ыдысқа құйып, мойындарына асып алып жүреді. Уақыт өте Анджелина күйеуіне ешкім сыйламаған ерекше сыйлықпен таңғалдырады. Ол Арканзас штатынан күйеуіне Мазараттың ішінен жерлейтін орын сатып алып береді. Актриса кино мансабында бір-біріне ұқсамайтын ерекше рөлдермен
тартымды қылықтарымен көпшіліктің көңілінен шығады. 1999 жылы Үзілген өмір драмасында өзіне қол жұмсауға бейім агрессивті қыздың рөлін керемет сомдап шығады. Джоли рөлге толықтай ену үшін 2 ай психиатриялық клиникада пациенттердің мінез құлқын қадағалайды. Осы образ үшін актриса екінші рет Алтын глобус марапатын және Оскар марапатында екінші пландағы үздік актриса номинациясында жеңіп алады. Марапаттау рәсімінде өзінің ағасымен кездейсоқ сүйісіп, барша қонақтарды таң қалдырады. Кейіннен екеуі де бұл жай ғана қуаныш деп пікір білдіреді. Осы кинодан соң актрисаға көптеген ұсыныстар түсе бастайды. 2001 жылы Лара Крофт «Қабір тергеуші» фильмінде басты рөл сомдайды. Сәтті шыққан кино $270 миллион табыс табады, ал актриса $7 миллион қаламақы алады. Фильмнің кадрлары Камбоджада түсірілді. Актриса көптеген трюктерді өзі орындады және қаруды еркін қолдануды үйренді. Камбоджадағы кедей халықтың өмірін көрген актриса тез арада қайырымдылықпен айналысуды қолға алады. Сол сәттен бастап Джоли Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болды және 2001 жылы Сьерра Леоне мен Танзанияға алғаш рет барып халықтың жағдайымен танысты. Содан кейін қайтадан Камбоджаға, Пәкістандағы ауған босқындар лагеріне барады. Сол жердегі зардап шеккендерге $1 миллион қаржы аударады. Тіпті сол лагерде жүріп халықпен бірдей өмір сүріп көрді. 2001 жылы актер Антонио Бандераспен Азғыру фильміне түсті. Актриса осы кинода алғаш рет ашық сахналарда ойнап, көпшілікті таңырқатты. 2002 жылы әкесі Джон Войт журналистерге берген сұхбатында қызы Анджелинаның ақыл есі тұрақсыз деп айтады. Содан кейін актриса онымен қарым-қатынасын үзіп, фамилиясынан бас тартады. Сол жылы Камбоджадағы сапарында Меддокс есімді 1 жасар баланы асырап алады. Бұл жағдай күйеуі Биллиға басқаша әсер етеді. Көп ұзамай екеуі ажырасып кетеді. Екеуі айырылысқаннан соң денелеріндегі татуларын да өшіріп тастайды. 2005 жылы Джолидің кино мансабында ғана емес, сонымен қатар жеке өмірінде де жарқын оқиға болған. Мистер және Миссис Смит комедиялық экшн фильмінде экрандарға шығады. Кәсіби фильмнің құрамы сәтті сценарий, ерекше сахналық рөлдерге толы фильм $480 миллион табыс табады. Актриса $20 миллион қаламақы алады. Әрмен қарай басты рөлді сомдаған Анджелина Джоли мен Брэд Питт ортасында махаббат хикаясынан бастау алады. Брэд сол уақытта Дженнифер Энистонға үйленген болса да Анджелинамен кездесе бастайды және әйелмен ажырасады. Көрермендер бұл жұпты керемет деп бағалады және Бранжелина деп атау береді. Актриса әрмен қарай жалған азғыру киносына түсіп 8 миллион, Беовульф киносынан тағы да 8 миллион, оның жүрегі трейлерінен $4 миллион қаламақы алады. Актрисаның гонорары жылдан жылға өсе береді, ал режиссерлар Анджелинаны фильмдеріне түсіру үшін кезек күткен сәттерде болған. 2005 жылы актриса күйеуі Брэд Питтпен Эфиопия еліне барады. Сол жерде анасы СПИД ауруынан қайтыс болған Захар есімді қыз баланы асырап алады. Уақыт өте оның анасы тірі екенін анықтап, қыздың анасы Анджелинаны айыптауға көшеді. 2006 жылы Брэд пен Анджелинаның Шайло есімді қыздары өмірге келеді. Журналистер кішкене нәрестенің фотосын әлеуметтік желілерден іздейді, алайда еш жерден таппайды. Шайлоның суреті тек журналистерге ғана емес, Анджелина мен Брэд Питттің жанкүйерлеріне де қызық болды. Уақыт өте жарасымды жұп Шайло қыздарының фотосын People және Hello журналдарына $10 миллион сатады. Бұл уақытқа дейін ешқандай фотосурет бұндай бағаға сатылмаған. Екеуі алған ақшаның барлығын қайырымдылыққа жұмсайды. 2007 жылы Анджелина мен Брэд Вьетнамның оңтүстігінде тұратын Пак Стен есімді 3 жасар баланы асырап алады. Балақайдың туған кезде берілген шын-аты Фам Кван, латынша Пакс атауы бейбітшілік дегенді білдіреді. Баланың жаңа есімін Анджелинаның анасы қайтыс болғанға дейін қойып кетеді. Өкінішке орай сол жылы Анджелинаның анасы аналық бездің қатерлісігінен қайтыс болады. Оның тұқым қуалайтынын білген актриса 2013 жылы өз еркімен сүт бездері мен аналық бездерді алып тастау үшін ота жасатады. 2008 жылы ерлі зайыптылардың егіздері өмірге келеді. Егіздердің алғашқы фотосы $14 миллион сатты және ерлі зайыптылар бұл қаражатты қайырымдылыққа аударды. Олар өздері ашқан Джоли мен Питт деп аталатын қайырымдылық қоры арқылы $8 миллион жаңа Орлеандағы
50 миллион доллар табыс табады және үздік костюм бойынша Оскар марапатына ие болады. Актриса бұл кинодан 33 миллион доллар қаламақы алады. 2015 жылы өзі сценарийін жазған әрі өзі режиссерлік еткен «Көкшіл жағалау» драмасы экрандарға шығады. Басты рөлді Анджелинаның өзі күйеуі Брэд Питтпен бірге сомдайды. Алайда киносыншылар өте төмен баға береді және фильм айтарлықтай табыс таба алмайды. 2015 жылы жарасымды жұп Сирияда туылған 2 жасар Мұса есімді баланы асырап алады. Өкінішке орай 2016 жылы әлемдік жұлдызды жұптардың көш басында тұрған Анджелина Джоли мен Брэд Питттің ажырасып жатқаны белгілі болады. Анджелина күйеуін ұлы Медоксқа қатыгездік танытқаны үшін айыптады, ал Брэдтің айтуы бойынша басы себеп оның ішімдікке салынып кеткендігінен болған. 2019 жылы олар ресми түрде ажырасты. Екеуінің осы уақытқа дейінгі табысы 700 миллион доллар болғандықтан бухгалтерлеріне бұл қаражатты екіге бөлу басқа да жұмыстары қиындық тудырған. Олардың Франциядағы 60 миллион долларға алынған жерлері көп кедерге душар етті. Брэд оны сатқысы келеді, ал Анджелина қарсылық білдіреді. Ажырасқан Анджелина ортақ табыстан 300 миллион доллар, ал Брэд 450 миллион доллар алып қалады. Ажырасқан сәттен бастап Анджелина қатты арықтап кетіп психологтарға жүгінеді. 2019 жылы көпшілік асыға күткен Малефисента киносының екінші бөлімі шығады. Бұл жолда басты рөлді сомдаған актриса ерекше образымен тағы да жанкүйерлерін сүйсіндірді. Фильм 2020 жылы Оскар марапатында үздік грим және үздік шаш үлгісі номинацияларын жеңіп алады. Актриса фильмге түсуден бөлек өзінің режиссерлік таланттарымен 7 киноны жарыққа шығарған. Анджелинаның режиссерлігімен 2017 жылы алдымен олар «Менің әкемді өлтірді» драмасы киносыншылар мен көрермендердің талғамынан шыққан сәтті фильмдердің бірегейі. Фильмнің түсіріліміне 24 миллион доллар қаржы кеткен. Осы кино Алтын глобус марапатына ұсынылып, үздік режиссерлік жұмыс марапатына ие болады. Аталған осы 7 киноның барлық режиссерлік етіп қана қоймай, продюсер қызметінде атқарған. Актриса осы жылы маған өлім тілейтіндер мен мәңгілік фильмдеріне түседі. Жеке өміріне келсек, Анджелина Джоли қазіргі таңда 6 баласымен бірге Лос-Велистегі өзінің зәулім сарайында тұрады. Сонымен қатар Камбоджада толықтай ағаштан жасалған үйі бар. Ол көшеде емін-еркін жүргенді қалайды, сондықтан болар кеудесіне төс таққышты тақпаған сәттері көп болған. Ал денесінде 20-ға жуық татуировкалары бар. Әрбір тату актриса үшін үлкен мағынаға ие. Анджелина үлкен көліктеріне отырғанды ұнатады. Оның гаражында Cadillac Escalade, Ford, BMW, Range Rover, Chevrolet секілді қымбат көліктер бар. Актриса жағдайы төмен көптеген елдерде болды және гуманитарлық көмектерге қайырымдылық жұмыстарына атсалысты. Осы жылы актриса Инстаграмда өзіне аккаунт ашып, Ауғанстандағы әйелдердің құқықтарын қорғауға кірісті. Ол әлеуметтік желіде тәліптердің ауған жеріне кесірін тигізгені, ауғандық әйелдердің білімін арттыру жөнінде ақпараттар сала бастады. Бір күннің ішінде оның Инстаграмда 8 миллион оқырман пайда болады. Анджелинаның балалары да ел арасында әртүрлі әрекеттермен көзге түсіп үлгерді. Атап айтқанда қызы Шайло 2014 жылы өзін Джон есімді жігіт деп есептейтінін айтқан. Ал баласы Медокс 2019 жылы ата-анасымен соттасатынын жариялаған болатын. Осы жағдайдан кейін актриса кино мансабын уақытша тоқтатып, балаларына көңіл бөле бастады. Анджелина бірнеше рет әлемдік ең сұлу актриса, ең сексуалды әйел номинацияларын жеңіп алған. Оның тартымдылығына, сымбатты денесіне қаншама жігіттер ғашық десеңші. Өкінішке орай, көпшілік оның сұлу актриса ретінде таниды, ал оның жасаған қайырымдылық жұмыстары туралы мүлдем аз ақпаратқа ие. Анджелина Джоли қазіргі таңда жаңа фильмдердің түсіріліміне дайындық жасауда. Сонымен қатар режиссер ретінде бірнеше фильмдерді жарыққа шығармақ. Достар, сіздерге Анджелина Джоли ойнаған қай фильмдер ұнайды? Төмендегі комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Бізге жазылып лайк басып, ақпаратты тұрақты түрде көріп отыруға кеңес береміз. Алдағы уақытта қандай мәлімет бергенімізді қаласаңыз да жаза кетіңіз. Бұл қызықты ақпараттар беретін Хамитов Official YouTube каналы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.